أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Иман мен амал. Үлкен тақырып иман және амал жасау. Алла Субхана Тағала Құран Кәрімде Юсуф пайғамбар жайында Юсуф сүресінде мынандай сөздер айтылады. Юсуф пайғамбардың ағалары қиянат жасаған кезде қастандық інілеріне көре алмай артынан әкесіне Яқуб пайғамбарға алейхиссаламға айтады: "Уама анта бимуъминин лана валау кунна садиқин." Бірақ сен бізге сенбейсің, бәрібір шын айтсақ та, Яқуб алейхиссаламға айтады. Осы мұъмин сену растау сөздерді, жүректен, иман жүректен шығады, ауызбен тілмен оны калиманы айтамыз, шахадат, ашхаду ан ла иляха иллаллах, ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу, Алладан басқа құдай жоқ екен, және Мұхаммед Алланың құлы әрі елшісі екен куәлік етеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осыған бірінші кезеңінде құл деп айтыңдар, содан кейін елші деп, пайғамбар деп айтыңдар. Оның өзі үлкен тәпсирде мағына бар. Өйткені басқа діндегілер шатаспау үшін солар сияқты пайғамбарларды көтеріп, құдай жасап, соларға қатты кетпесін табынып. Сол себептен құл деп айтыңдар біріншіден, содан соң пайғамбар дейінер, елші деп айтыңдар. Және ла иляха иллаллах калимат таухидтің мағынасы жайында тәпсир ғалымдар айтатын, есімізге түсірейік оны. Насихат ретінде ғалымдар бәрі айтады: ла мабуда би хаққин иллаллах. Тәпсир бұл калиманың тәпсирі мағынасы: Алладан басқа еш нәрсе құлшылық етуге лайық емес. Еш нәрсе, ешбір зат, ешбіреу жоқ құлшылыққа лайық. Яғни құлшылықтың амалдар: сәжде қылу, руку жасау, дұға ету, тілеу, бір нәрсе тілек айту, бата сұрау тек қана бір Құдайға жасалады. Ислам дініміздің осындай тазалығы, Алланың бірлігі, Алла Тағаланы пенделерге ұқсатпайды, мұсылмандар және пенделерді де Құдайға ұқсатпайды. Осындай таптаза ислам дініміз. Осы мәселеге басында айту алдында мына көбінесе иман, амал деп. Кей кезде бізде амал жасағысы келмейтіндер, тек қана құр ауызбен айтатындар, жүрегім таза, мен намаз маған керегім, бұл күнәһарлар бар, намаз оқысын деп, олар мен таптазамын деп жүретіндер бар. Олар амалды жаңағы істегісі келмейді. Сол себептен неше түрлі осындайлар бар, шектен шығатындар бар. Амалды жасағысы келмейді. Алланың бұйрық парыздар орындағысы істегісі келмейді. Және басқа біреулер бар, екінші жағынан шектен шығатындар. Олар әрбір амал істемейтіні бәрі кәпірге айналдырып жүреді. Анау намаз оқымады, анау бүйтпеді, сөйтеді, бәрі кәпір болып шығады шетінен. Сондай осындайлар да бар. Осылар жаңағы аналарды қоздырады. Аналар сосын жаңа жоқ, амалмен амалсызда мұсылман бола береді деп сол дәлелдеуге тырысады жаңағылар. Әртүрлі дәлел іздеп, ақтап шығу үшін өздерін амал істемеген. Ол жай ғана жүректе иман келтірсең сол жетеді. Бұлай да бұлай айналдырып, дәстүрлі дінмен де жамылатындар бар. Өтірік жала жауып дәстүрлі исламға мақала жазып қояды. Осылай бізде жай ғана жүрекпен сенсең болады, амал істемесең болады деп осындай сөздерді айтады. Жала айтып, қиянат жасап жүр. Өйткені адамдар, көз ашық адамдар ондай нәрсеге сенбейді, түсінеді. Ол жаңа жүректі адам дәлелдеу керек, жүректе иманды. Жүрегін таза екен дәлелдеу керек амалмен. Көпшілік ғалымдарға айтқан сөзінде ма вақара фил қалби ва саддақахул амал. Сонда жүректегі болған нәрсе иман, және іс амал оны дәлелдеді, растады. Іспен дәлелдеді, иман екен, мұъмин екен дәлелдеді. Енді осы мәселеде мынандай үлкен бір тақырып бар, оны қысқаша жай ғана мағлұмат ретінде бір айтып кеткен дұрыс. Өйткені осы кәпір деп басқа адамды мұсылман емес деп айту, үкім шығару үшін оны бөлек өзі үлкен уағызды да айтуға болады, бірақ біздің тақырыбымыз ол емес бізде, бірақ қысқаша жай осы мәселеде пайдалы мағлұмат. Жаңа осындай қателікке ұшырамау үшін бұл жаңа ойыншық емес, біреуге мұсылман емес деп айта салу, діннен шығарып жүру. Үлкен арты, жаңағы онда жауапкершілік үлкен. Хадис шарифінде ол адам өзі дәлелдемесе, ол айтқан сөз, анау адам сол сөз өзіне қайтып келеді, өзі кәпір болып шығады сол адам. Хадис шарифінде сол айтылады. Және осы жайында үлкен ғұлама Ибн Хаджар Асқалани, шейхул ислам, Шафи мазхабының атақты ғалымы, Сахих Бухари кітапты шарх еткен, Фатхул Бари.
Құран Кәримнен екінші кітап болып саналатын Фатхул Барин жазған ғалым Ибн Хаджар Асқалани осы мәселеде айтқан сөзі бар. Ол бізге айтады, біреуге кәпір деу үшін, мұсылман емес деу үшін, жаңа бір әртүрлі бір себеппен ғалымдардың, ислам ғұламалардың барлық көпшіліктің бір ауыздан фәтуа болу керек, бәрі келісу керек бір ауыздан. Бүкіл мазхаб, бүкіл ғалымдар, сүнниттер бір ауыздан осылай істесе, адам осылай сөйлесе, мынандай нәрсені істесе, ол адам кәпір болды. Сонда ғана айтуға болады қорықпай. Ал тек қана бір жеке бір ғалымдардың сөзіне сүйенсе адам, мұсылман адам, нәтижесі қандай болады? Ла ябқа муслимун аля важил ард. Жер бетінде мұсылман қалмайды. Өйткені әрбір ғалымдары бойынша, өзінің фатуалары бойынша бір нәрсе істесең, бір нәрсе былай бүйтсең, мұсылман болмадың, діннен шығып кеттің. Сонда осылай біреу осындай жеке ғалымдардың фатуасын ала берсе, онда бір-біріне кәпір деп жүреді, еш мұсылман да қалмайды. Сол себептен бұндай жерде тек қана ижмақ, көпшілік бір ауыздан айтқан фатуа болу керек. Енді амал жайында біздің дінімізде амалдың маңызды үлкен иманмен бірге қатар келеді. Мысалы, сон аяттарда Алла Тағала айтады: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва тилка джаннату лати уристумуха бима кунтум та'малун." Бір аятта Алла Тағала айтады: "Міне мынау пейіш жаннат сендерге мұра болған амалдар істеген үшін, істеген істеріне қарай осы сендерге жаннат болды, осына жаннатқа сол амалдармен кіргенсіңдер." Осындай аяттар мағыналары бар. Және басқа жерде Алла Тағала айтады: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Кімде-кім Раббымен жолығысы келсе, ол дүние жаннатқа кіргісі келсе, ол салиқалы амал істесін, және Раббысына құлшылық еткенде ешбіреуді серік қоспасын. Аллаға серік қосудан сақ болсын. Тәпсирлерде мынандай сөздерді ижмақ, тағы ғалымдардың көпшілігі, сүнниттердің бәрі бір ауыздан айтады. Тақуалықтың ең бірінші мағынасы ол ширк жасамау, Аллаға серік қоспау, содан сақ болу. Ең бірінші тақуалық. Одан кейін басқа түрлері тақуалықтан ол анау дінді біліммен ұстау, парызбен, сүннет бәрін орнымен жасау. Бірінші ең маңызды парызды істейді, одан кейін сүннет жасайды. Осылай тәртіпті бұзбау. Ең маңызды нәрсені істеу, содан кейін екінші орындағы маңызды нәрсені істеу. Ол да бір адамның тақуалық екенін белгісі. Аллази халақал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала. Амал жайында басқа жерде Алла Тағала айтады, ол сондай өлімді және тіршілікті жаратты, сендерді сынау үшін, амал тұрғысынан сынау үшін. Кім жақсы ең көркем амал істейді. Мына тағы мақсат адам жаратуына, бұл тіршіліктің амал істесін адам. Жай ауызбен ғана емес, жүрегім таза, иман бар, амалмен көрсетсін, іс амалмен соны өзі кім ең күшті амал кім жасайды, ең көркем амал кім істейді, соны көрсетсін. Қал Фудайль бин Аяд рахималлах. Фудайль бин Аяд атақты ғұлама, бұрынғы заман тәпсирде айтады, Алла Тағала талап ететін салиқ амалдың мағынасы жайында. Ахласуху асвабуху. Сол ең ықыласты болған амал және ең дұрыс болған. Екі сипатын айтты: ең ықыласты, ең шын және дұрыс болған амал. Мұсылмандар сұраған кезде ғалымнан бұл қандай, сонда ең ықыласты қандай болады, ең дұрыс қалай болады амал? Сонда жауабы мынандай: иннал амала иза кана халисан ва лам якун савабан лам юқбал. Егер де амал, іс амал шын ықыласпен істесе, саваб үшін істесе, бірақ дұрыс болмаса, шариғатқа сәйкес істемесе, дәлелге қарамай өзінен өз бетімен істесе, онда ол қабыл болмайды ол амал. Ва иза кана савабан ва лам якун халисан лам юқбал. Сондай-ақ егер де ол дұрыс істесе амалды, шариғатпен жасады амал, айтылғандай, кітаптарда жазылғандай істеді, бірақ оны ықыласпен істемеді, саваб үшін жасамады, басқа бір дүнияви себеппен, ол да қабыл болмады. Хатта якуна халисан ва савабан. Ол амал ықыласпен жасағанша және дұрыс болғанша. Басқа сөздерде ғұламалар айтады: ма кана лиллахи ва кана аля мурадиллах. Ол сондай салиқалы амал Алла үшін жасалған және Алла қалаған жолмен жасалған, яғни шариғатта көрсетілген жолдармен істелген. Иман мен амалдың арасындағы байланысы ол неге ұқсайды? Су мен дән байланысына ұқсайды екен. Мысалы, дән болса ол иман болса, су ол амал болады. Дәнді шашты жерге, сосын су құйды, соның жеміс өсті. Және иманды несі өсірді, суарды деген амал жасады. Осылай иман жай амалсыз деген болмайды. Дән шашасын, суару керек, жеміс беру үшін.
Мысал ретінде мынандай құлшылық истиғфар, Алла тағаладан кешірім сұрау. Адам пенде астағфирулла, Алладан кешірім сұраймын, астағфираллаху мағфирли, Алла мені кешірді, дуға жасайды, истиғфар. Мысал ретінде бір адамдар оны ауызбен ғана тілмен айтады, жүректен ол айтпайды. Жүректерінде истиғфар жоқ, ол тек қана тілмен айтады. Осындай истиғфар айтқан кезде де жүректе өкініш болу керек адамда. Ал күнәға өкінеді, сондай жүрекпен айтылу керек. Сонда ғана пайда болады. Яғни амал жай ауызбен тілмен істеген амал пайдасы жоқ, егер жүректе соған иманы болмаса. Айтқан сөзіне сол сеніп жүрмесе өзі, мен Алладан кешірім сұраймын, соған жүрекпен шын сенбесе өкініп күнәсіне онда ол пайдасы жоқ ондайдың истиғфардың. Осындай истиғфар жайында бір ғалым бір мұсылманды көрген кезде астағфирулла, астағфирулла, астағфирулла жылдам тез айтқан естіген кезде оған айтады: истиғфарука хаза яхтаджу иля истиғфар. Мынау сен осылай истиғфар жасаған, астағфирулла, одан тағы да истиғфар істеу керек саған. Соған мұқтаж болды. Сен мынандай кешірім сұраған үшін тағы да кешірім сұрау керексің. Осылай таза истиғфар істемей, соған күнәға баттың, сен тағы да кешірім сұрау осыған. Сол кей кезде осылай құлшылық, ибадат дұрыс жасалмаса, сол арты күнә кешірмейді, одан өзі күнәға батады адам, құлшылықты дұрыс жасамаса. Амалдың сауабы жайында Алла Тағала Құран Кәрімде: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Инналлазина аману ва амилус салихат саяджалу лахумур рахману вудда. Сондай расында иман келтіргендер және салиқалы амал істегендер, Рахман аса қамқор Алла Тағала оларға сүйіспеншілік жасайды. Олардың сауабы осын Алла Тағаланың сүйіспеншілігіне ие болады. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. Басқа жерде Алла Тағала айтады: кімде-кім салиқалы амалдарды істесе, және ол мұъмин болса, иманмен істесе, оны жай ғана иманмен істесе, мұъмин болып, ол адам зұлымдықтан, жападан қорықпайды. Ол адамға зұлымдық жасалмайды. Мысалы намаз жайында Алла Тағала айтады: инна салата танха анил фахшай вал мункар. Расында намаз адамды күнәдан, арсыздықтан тияды. Ол намаз кей кезде адамды тыймайды. Намаз оқиды адам, бірақ күнә жасай береді әртүрлі нәрсені. Сонда сол адам жүрекпен намаз оқымаған деген, сезіммен намаз қылмаған дегенде дәлел. Сол себептен намаз оны тыйып атқан жоқ күнәдан. Намазды иманмен оқса, онда ол күнәдан да оны тыюшы еді намазы. Осындай намаздың жайында пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуға жасап сиініп жүрген: Алла сақтасын осындай намаздан. Аузу бика мин салатин ла танфа. Алла Тағала саған сиынамын осындай пайда болмайтын намаздан, пайда бермейтін осындай намаздан. Абдулла бин Аббас радиаллаху анху сахаба бір сөзінде осындай намаз жайында айтады: ракаатани муқтасидатани фи тафаккурин хайрун мин қиями лейлатин вал қалбу саха. Сонда екі орташа ракағат намаз, екі ракағат намаз орташа оқыған, ойлаумен намазда болып, пікірмен сол бәрі намазда болып, жүрегімен абзал түндегі ұзақ намаз оқығаннан, түнде нафил намаз оқимын деп, тахаджуд жасаймын деп, жүрегі басқа жақта болып, одан гөрі жай бір екі ракағат аз намаз содан артық болады. Сол себептен бізде мысалы ғалымдар әртүрлі фатуалар келеді. Бір фатуасында ғалымдар айтады: егер де адам намаз оқып жатқанда ой бұзылып басқа жаққа кете берсе, өзіңді ұстамай ар жаққа мына жаққа кетеді, онда ондай адам намазды кішкене қысқа оқу керек. Өйткені ол Алла Тағаланы мазақтағандай болады. Ұзақ тұрса осылай ой басқа жақта жүріп, намазды кішкене қысқа бітірген дұрыс. Жаңа күнәға батпау үшін осындай намазбен намазды ұзартпай қысқа оқыған абзал. Инналлазина аману ва амилус салихати яхдихим раббухум би иманихим таджри мин тахтихимул анхару фи джаннатин наим. Салиқалы амалдың сауабы жайында Алла Тағала осындай иман келтіргендер және салиқалы амалды істегендер, Раббылар оларды имандарымен тура жолға салады. Жәннаттың пеште астынан өзендер ағатын нығмет, нағим жәннатта бақшаларда болады. Алла Тағала 51 аятта осы бірге иманды және амалды бірге қосады. 51 аятта иман, амалмен бірге келеді Құран Кәрімде. Енді мұны қараңыздар. Құранда Алла Тағала 51 жерде бірге айтады, бірге қатар келеді. Хазірет Алидің бір сөзі де бар: ахавани ла яфтариқан.
Бұлар иман мен амал екеуі екі бауыр сияқты, бірін тастамайтын ешқашан, бірге болатын екі бауыр сияқты. Сондықтан анау біреулер жаңа басында айтылғандай, біреулер бар, сондай өздерін ақтап шығу үшін, өздері амал істемеу үшін неше түрлі өткенде бір мақалаларды жазады. Ана орамалды тақпаса болады, орамал ол амал дейді, ана жүректе иман болса болды деп, жаңа сондай мектептерге біздің қыздарымыз тақпасын деп, жаңа балиғатқа жеткен қыздар сол тақпасын деп осындай адастырады жаңа. Және қиянат жасайды. Өйткені олар дәстүрлі исламмен және жамылады, сол мақала жазатындар. Бізде деп солай. Содан кейін көз ашық адамдар айтады, мынау сендердікі дұрыс емес екен. Алла Тағала 51 аятта айтады, амал мен иман бірге қатар келеді. Аллазина аману ва амилус салихат. Соны иман келтірді және салиқалы амал істеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір сөзінде ахаббул айбади илаллахи анфаухум ли аяли. Ең Алла Тағала жақсы көретін құлдар, Алла Тағала ең жақсы көретін құлдар, олар Алла Тағаланың пенделеріне, отбасына не болғандары, ең пайдалы болғандар. Мына жерде отбасы дегенде Алланың құлдарды айтады. Адам балалары, пенделерге пайда келтіретін, пайда жасайтын адам ең сол Алла Тағала сүйетін, жақсы көретін құл. Сонда мына жерде амал деген, амал жасау керек, пайда келтіру керек біреулерге. Алла Тағаланың сүйіспеншілігіне ие болу үшін. Және салиқалы амалдың сауабы жайында, берекесі жайында мына аяттарда Алла Тағала адам дүниеде және ақиретте соның пайдасын көреді. Салиқалы амал иманмен істесе, екі дүниеде де ақиретте де соның жақсылығын көреді. Алла Субхану ва Тағала Құран Кәрімде «Мен амила салихан мин закарин ау унса ва хуа муъминун фаланухйяннаху хаятан таййиба ва ланажзияннахум ажрахум би ахсани ма кану яъмалун». Сондай салиқалы амал істеген еркек, әйел адам, және ол мұъмин иманмен істесе оны, салиқалы амалды. Біз ол адамды осы дүниеде жақсы өмір сүргіземіз. Жақсы тіршілік береміз осы өмірде. Және мына жақсы тіршілік деген біреу қысқа ойлауы мүмкін, бір байлық, бәрі тамаша болады. Бұл жерде мағына мұъмин адам қандай жағдай болса да жақсы болады деп хадисте айтады. Басына жақсылық келсе, соған шүкір жасап, альхамдулилля, шүкір Аллаға шүкір, мына жақсылық Алла Тағала нығмет берді. Соған мәз болып қадірлейді. Алла Тағала сынақ берсе, оғанда сабыр етеді, оғанда альхамдулилля деп айтады. Алланың сабыр, маған сынақ жіберді, сабыр етсем сауап болады. Соның пейіште де маған сол үшін сауап бар. Біледі, мұъмин адам тек қана осылай әр нәрсені осылай шүкіршілікпен қабылдайды. Және әр жағдайда жақсылықта болады. Осы жердегі сол нағыз мұъмин адам жақсы өмір сүреді бұл тіршілігінде. Және оған сауапты біз береміз ең көркем түрде істеген амалдарына қарай. Бима кану яъмалун, амалдарына қарай сауаптарын да береміз. Ва'адаллаху лазина аману минкум ва амилус салихати ла астахлифаннахум фил арди кама стахлафа аллазина мин qablihim ва ла юмаккинанна лахум динахум аллази иртада лахум ва ла юбаддиланнахум мин ба'ди хауфихим амна. Алла Тағала уәде етті иман келтіргендерге, сендер іштер иман еткендерге, және салиқалы амал істегендерге, сендерді жер бетінде орынбасар етеді. Бұрынғыларды сияқты мұсылмандар орынбасар еткеніне, сендерге дінді ұстауға мүмкіндік жасайды, діндерінде жақсы дұрыс ұстауға мүмкіндік жасайды, разы болған діндерінде, және қорқуды қауіпсіздікке ауыстырады. Ал ақиреттегі сауап жайында ол одан да үлкен. Алланың кеңшілігі ақиретте бұл дүниедегі сауабы істеген, иман еткен, салиқалы амал істеген. Ақиреттегі Алланың кеңшілігі одан да үлкен. Алла Тағаланың жомарты одан да кең. Ақиреттегі сауап артық болады, мына дүниеде мен салыстыруға болмайды. Инналлазина аману ва амилус салихати канат лахум джаннатул фирдауси нузула. Алла Тағала сонда иман келтіргендер, және салиқалы амал істегендердің жаннат фирдаус бақшалар олардың үйлері болады. Аллазина аману ва амилус салихати туба лахум ва хусна мааб. Сонда иман келтіргендер, және салиқалы амал істегендерге туба ағашы, жаннатта туба ағаш, және жақсы қайтатын жерлер жаннатта. Осы туба жайында хадис шарифінде ол жаннатта үлкен бір ағаш, оның көлеңкесінде бір шетінен екінші шетіне барғанша 100 жыл өтеді екен. Енді осы иман, амал бәрі бірге жүретін екен. Басқа да бір дәлел Абу Хурайра сахаба радиаллаху анху риуаят келтірген хадисте Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір сөзінде: "Ал-иману бидун ва саб'уна шуба".
иман дегеніміз ол 70 және бірдеңке дәреже, 70 деген бірдеңке бөлім иман. Афдалуха қаулу ла иляха иллаллах. Ең абзал иман, ең абзал дәрежесі ол калима ла иляха иллаллах, иман келтіру. Ва аднаха имататул аза. Ең төмен дәрежесі, ең аз дәреже ол зиянды нәрсе жолдан алып тастау. Адамдар жүретін жерден жолдан зиянды нәрсені алып тастау. Мына амал деген осыны айтады. Амал істеу иман бір бөлігі. Вал хаяу шубатун минал иман. Және ұят болу адамда ол иманның бір бөлігі тағы да ұят. Ол ұят мысалы жүректің амалы. Тілмен калиман айтады, денемен, дене мүшелермен жаңа зиянды нәрсе алып тастайды жолдан. Және жүрекпен ұят иман бір бөлігі. Ахавани ла яфтариқан, жаңа айтылғандай Али айтқандай радиаллаху, екі бауыр ешқашан бір-бірін тастап кетпейді. Амал мен иман екеуі бірге қатар жүреді. 51 аятта айтылған. Енді осы бізге бәрімізге осындай сынақ шектен шығатындар бар. Біреулер бұлай шектен шығады, екінші мына жақтан шектен шығады. Ислам діні мұсылмандар жай қарапайым мұсылман зиян шегеді. Мыналардың екі жақтан шектен шығып, бір-бірін қоздырып, екі жақ шектен шығып, жаңа дінге зиян келтіруде. Әрбір мұсылман адам сол жауапкершілік сезіп, ойлап, жаңа алдына бізде біреулер бар, қысқа ойлайтын жихад деген нәрсені тек қана соғысу деп ойлайды. Енді жихад ол бізде түрлері көп, онысы өзіңді жену, өзің нәпсін жену, ол да жихад деп айтады, үлкен күрестің бір түрі. Құранда ваджахидхум бихи жихадан кабира, олармен үлкен жихад жасады, және Құранмен және сол насихат жүргізіп, адамдар жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыйып, осы насихатпен де үлкен ол жихад, насихат жүргізу. Бізде ондай нәрсе қанша адамдар жаңағы білмейтіндер, білетіндер бар. Анау жаңағы нәрселерді өткенде 31-ші каналдың информбюроның видеоролигін көрген шығарсыздар, YouTube-та үлкен екінші орында тұрған бір күндерде осы жақында анау дәрігерлер 1,5 жастағы баланы өлтірген жайында видеоролик. Анау система қойды, қан құйды, өлді бала. Шай ішіп отырды дәрігерлер сол кезде. Ана жасы отбасы баланы жылап тұр, жаңағы 10 жыл күткен балалар екен. Осындай жаңағы нәрсе адамдар бар, жаңа осындай қазақтар айтқанда Құдайдан қорықпағаннан қорық деп. Иманы жоқ, ешқандай несі жоқ, сондай адамдардан осыларға дін кім жеткізеді? Оларға кім айтады бұл? Соларға кім жеткізеді? Осы ертең сен Құдайдың алдына жауап бересің. Хадис шарифінде ат-табибу дамин, дәрігер адам ертең жауап береді несіне. Ол жаңағы мына жерде қызығып, ана жерде ақша берсе жүгіреді, таныс болса былай істемейді. Ол бәрі ертең үлкен өзіне қасірет екен жеткізу керек. Кім оны жеткізеді? Оның жақын адамдары, таныстары, біз сияқты жай жамағаттар. Ол жұмыс тек қана мешіттен адамдар кейде қызметкерлері өздері соған әртүрлі себептермен ондай жұмысты толық атқармайтындар бар. Бәрі жамағат істеу керек, өзін дағуат жасау, дінге адамдар шақыру, әрбір мұсылман адам парыз деп айтады. Әрбір фардул айн, әрбір мұсылман парызы. Осы міне саған үлкен жихад сауап. Адамдар дінге шақырсан, хадис шарифінде айтқандай хайрун лака мин хумри дуния ва ма фи, саған дүниеде бүкіл нәрседен неден артық болады бір адамды тура жолға салсан, бір адамды имандылыққа алып келсең. Осы адамдардың екі түрі шектен шығатындар бар. Біреулер жаңа иман ғана ауызбен айтады, амал жасамайды. Тілмен айтады, сенеміз, иман келтірдік деп айтады. Осындай жайында Алла Тағала айтады, Құран Кәрімде айтады: "Ва минан наси ма яқулу аманна биллахи ва бил яумил ахири ва ма хум бимуъминин." Адамдар ішінде сондайлар бар, Аллаға иман келтірдік ақырет күнге, бірақ олар муъмин емес. Олар Аллаға иман келтірмеді. Жай өтірік олардың. Өткен амал жасамайды олар. Және біреулер бар, амал жасайды, бірақ имансыз амал істеді. Ниеттері түзу болмады, басқа себеппен, имандылықпен жасамады амалдар. Осындай жайында Алла Тағала Құранда айтады: "Қул хал нунаббиукум бил ахсарина амала." Сендерге айт оларға, Мұхаммед пайғамбар, сендер ең қасіретке ұшыраған амалдарды жасап жүрген, біз амал істеген адамдар жайында хабар берейін ба? Аллазина далла са'юхум фил хаяти дуния ва хум яхсабуна аннахум юхсинуна сун'a. Олар сондай дүние тіршілігінде адасып жүрді, істеген амалдар істеп, өздерінше керемет бір мәз болып бір нәрсе, көп нәрсе істедік деп ойлайды, амал жасадық деп. Улайка аллазина кафару би аяти раббихим ва лиқаи фа хабитат а'малухум. Алла Тағала айтады, осылар күпірлік етті, олар сенбеді, шынайы сенбеді Раббылардың аяттарына. Ал Раббылармен жолығамыз деп сенбеді. Ертең
фахабитат амалухум, олар амалдары бос қалды, істеген амалдары бос кетті. Фала нуқиму лахум яумал қиямати вазна, оларға ешқандай қиямет күнінде салмақ бермейміз, салмақ болмайды, олардың істеген амалдары бос қалды, өйткені иманмен жасалмады. Иманмен амал бірге болу керек. Және хадис шариф осында тағы дәлелдейді. Хадис шарифінде Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям: «Ал-муъмину ман амина насу аля димаихим ва арадихим ва амвалихим». Мумин адам, иманды адам кім деп айтамыз? Иманды адам ол адамдар, басқа адамдар одан қорықпаса, одан зиян көрмесе, өз малдарына, жандарына, намыстар үшін қорықпағандары. Бәлінше мұсылман, анау мумин адам ешқашан мен қаным төкпейді, ешқашан мен намысыма тимейді, менің малымды жемейді ешқашан. Сол нағыз мумин осы адам. Іс амалмен көрсететіндер. Осында адамдарға зияны келтірмейтін адам да, дұрыс амал жасайтын адам мумин екен, нағыз хадис шарифінде айтылды. Мынада хадис шарифінде де біз бірінші мұсылман адам өзінің несін, жақындарды ойлау керек. Содан кейін сырттағы бірінші өзін жақын адамдар ойламаса, ол жаңағы басқа жағын ойлаған дұрыс емес. Ибда биман таул. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадис шарифінде өзін жақын адамдан баста, отбасынан ары қарай баста жақсылық істеуді, содан кейін басқаларды ойла, сырттағыларды ойла, олда да мұсылман ойлау керек, бірақ бірінші өзін жақындарынан бастау керек, ұмытпау керек. Мысалы ретінде мынандай қисса болды. Бір кезде бір мұсылман адам бір мешіттегі имамға келді. Бір мұсылмандар жерлерінде имамға келіп, мынандай немен келеді, ұсыныс сұрайды, сұрақ: имам, сізден өтініш бар, мен өзім келімді жек көрем келімді. Сіз талақ ете аласыз ба, келімді босатасыз ба? Балам өзі талақ етісі келмей, бірақ мен келімді жек көрем, маған ұнамайды ол келін. Сонда имамға соны айтады. Имам сонда қарайды, айтады: жоқ, ондай етпеймін дейді. Кешіңіз, жоқ, ондай істі сіздің келінізге ажырастырып, маған онда қиянат, ертең күнә керек емес деп айтқан кезде, үлкен кісі оған айтады имамға: қалай дейді, енді Омар да солай істеді ғой, Хазірет Омар айтты ғой баласына, Омар бин Омарға: Абдулла, келінді қайтарып барып жібере сал, оны талақ ет, оны дұрыс емес, ұнамайды маған. Сонда имам айтады екен: сен бірінші Омар сияқты бол дейді, сондай тақуа. Содан кейін кел маған, сонда сен айтқан орындаймыз. Осы жерде бізге сабақ, кейбір адамдар дін бойынша қалайды істеген, бірақ өздері сол дін бойынша өздері сол лайық емес дінге несін ұстанбайды нәрсе, сосын бірақ дін бойынша несін қалайтындар бар. Және қарапайым мұсылман үлкен бүкіл шариғатты түсіну, тереңдеп түсіну, ол да шарт емес, оны ұмытпау керек. Бізде кейбірлер бар, дін түсінбесе, шариғатты айтқан бір кітап түсінбесе, уағыз басқаныға бірден сол дұрыс емес деп ойлап қалады екен, қарсы келіп, дұрыс айтылмады. Осы жайында Құран Кәрімде Алла Тағала айтады: ғалымдар, білетіндер және білмейтіндер тең бола ма? Мағынасы осылай: қарапайым мұсылман шарт емес, бүкіл нәрсе, ғылыми нәрсені бәрі түсіне беру. Егер ол бәрін түсініп жүрсе, онда бір дәрежеге түскен екен, ол да ғалым болып шықты екен. Соны біз ұмытпау керек. Осындай шариғатты қанша білетін, білмейтіндер бар. Алла Тағала бізге бәрімізге пайдалы білім берсін, ислам дінімізге күш-қуат берсін. Бәріміз сол жақсы, дұрыс мұсылман болуға Алла Тағала нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк, би рахматика я архамар рахимин.